Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ұйғыр мантысының рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамыры сондай керемет, жұқа әрі жыртылмайтын керемет рецептпен бөлісемін. Ешқандай да жұмыртқа қосылмайды, және де біздің мантымыз сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Ең алдымен мантымыздың қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін ұнымызды ыдысымызға салып аламыз да, салқын судың үстіне 1 шай қасық болатын тұзымызды салып, жақсылап ертіп аламыз. Және де ұнның ортасын дәл осы видеода көрсетілгендей ашып, барлық суымызды бірден құйып жібереміз да, қаттылау қылып қамыр илейтін боламыз. Ешқандай да артық ұн және артық су қоспайсыздар. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, қамырларыңыз өте керемет болып шығады. Шамамен 10 минуттай қамырды осылай иін қандыратын боламыз. Ешқандай арасында түйіршіктер қалмау қажет. Барынша қамырды созып, қолыңызбен басып шығыңыз. Барлығын илеп болғаннан кейін осылай целлофанға салып, 20 минутқа тындырып қоятын боламыз. 20 минут өткеннен кейін қамырымызды қайтадан аламыз да, қолымыздың көмегімен иін жақсылап қандыратын боламыз. Ұйғыр мантысының ерекшелігі осы қамырында болып табылады, сондықтан жақсылап иін қандырамыз. Міндетті түрде қолыңызбен жақсылап басыңыз, сол кезде сізге қамырмен жұмыс жасау оңайырақ болады. Дәл осы видеода көрсетілгенде енді қамырымызды ішіне қарай қайырып, яғни конверт сияқты қылып басатын боламыз. Ең бірінші илеген кезде сіздің қамырыңыз қатты болуы мүмкін, бірақ иін қандырып қолыңызбен басқан сайын қамырыңыз жұмсарып, сонда иілгіш болады. Қайтадан пакетімізге салып, 20 минутқа тындырып қоямыз. Ендігі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Алдын ала тартылған етімізді, яғни фаршымызды, пиязымызды осылай алдын ала турап алатын боламыз майдалап. Және де осындай кішкене құйрық майды қосатын боламыз, ерекше дәм беру үшін. Менде бұл құйрық май массировкадан өткен, сіздер көбіктеп турап алсаңыздар да болады. Фаршымыздың үстіне майдалап туралған пиязымызды және де құйрық майымызды саламыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз, және де кішкене қара бұрыш қосуды да ұмытпаңыздар. Ұйғыр мантысының тағы бір ерекшелігі, бұған картоп қосылмайды. Және де 2 ас қасық болатын кішкене ғана сұйық майымызды қосамыз, кішкене ғана суды қосып, жақсылап қолымызбен дәл осы видеода көрсетілгендей араластыратын боламыз. Егер сіз қаласаңыз, картоп қосуыңызға да болады. Мінекей біздің осымен салмамыз дайын болды, жақсылап осылай араластырып аламыз. Осы аралықта біздің қамырымыз да дайын болып қалды. Мінекей өте жұп-жұмсақ, қолымызға иілгіш болып тұрады. Қамырымызды жаймаймыз, дәл осы пышақтың көмегімен осындай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Менде осындай 4 бөлік шықты. Қараңыздар, арасы өте тығыз, әдемі болып шыққан, ешқандай да түйіршіктер қалмайды. Бір осындай қамырымызды аламыз да, қолымызбен осындай қылып жайып шығамыз. Пышақтың көмегімен барынша бірдей қылып, дәл осылай кесіп шығатын боламыз. Әрбір кескен бөлігімізді қолдың көмегімен кішкене күлшелер жасаймыз. Барлығын осылай кесіп дайындап аламыз, ешқандай да қиындығы жоқ. Кішкене ғана ұнымызды сүйе отыра, осы оқтаудың көмегімен кішкене күлшемізді жайып шығатын боламыз. Міндетті түрде ұн себуді ұмытпаңыздар, барынша дөңгелек қылып жаюыңыз қажет. Мінекей видеода көрсетілгенде қамырыңыз сондай жұп-жұқа, сондай әдемі болып, біртегіс болып шығуы қажет. Қамырымыздың дәл ортасына салмамызды саламыз, яғни салмаңызды салғанда да әдемілеп салыңыздар. Мына жерде мен мантының түйу әдісін көрсетіп жатырмын, міндетті түрде мұқият қарап алыңыздар. Кезекпе-кезек қолыңызға беріп отырасыз, яғни бір қолыңызбен қыстырып отырасыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Бір жасағаннан жасай алмасаңыз, міндетті түрде 3-4-сінде жасай аласыз. Ең соңғы аяқталған жерін астына қарай қайырып жіберетін боламыз. Егер сіз түйе алмай жатсаңыз, онда тұрған ештеңе жоқ, одан сіздің мантыңыздың дәмі өзгеріп кетпейді. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да біреуін көрсетемін. Фаршымызды әдемілеп саламыз ортасына, және де дәл осылай қылып түйіп шығатын боламыз. Оң қолыңызбен қыстырасыз, және сол қолыңызбен біртіндеп екі жақтан беріп отырасыз. Құрметті менің көрерменім, менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз, өте керемет рецептермен бөлісетін боламын. Мінекей дәл осылай барлығын әп-әдемі қылып жасап шығатын боламыз.
Мантываркамызды майлай аламыз да, дәл осылай мантыларымызды әдемілеп тұрып орналастырамыз. Арасын алшақ қылып орналастыруларыңыз қажет. Бетіне май жағуды ұмытпаңыздар. 45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей, бізде 45 минутымыз өтті. Қараңыздар, өте әдемі, өзінің формасын сақтап, керемет болып піскен. Мен бұл ұйғыр мантысына ешқандай да қамырына жұмыртқа қосқан жоқпын. Сонда да жыртылмай өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлзая ас болсын.